Мынау Республика сарайы, ар жағында Қазақстан қонақ үйі, Алматыда Республика сарайы. Мынау Көктөбеге шығатын жер. Төбесінде Көктөбе деп жазылып тұр. Алыстан түсірмеппін, ұмытып кетіппін. Қазір түсіремін әрі қарай. Мына жерде міндетті түрде маска ки дейді, сосын өзіңе қарай ашасың есікті. Сосын мынадағы кассаға келеміз. Саламатсыздар ма? Уақыттары бар, қай кезде жұмыс жасайтыны. Осылардан кассадан жаңа алдым, міне жоғары қарай шығатын. 1000 теңге төлейсің, 1000 теңге сдача алдым бері қарай. Енді былай қарай шығамыз қазір. Мына билетті мынаған әкеліп, мына оқиды да, одан кейін ашамыз. Ашылады өзі автомат түрде. Сол. Так. Енді әрі қарай шығып анаған отырамыз қазір, айналатынға. Жоғарғы Көктөбеге шығатынға. Есіктен шықтым, міне, я. Енді міне айналып келіп жатыр. Қазір осыған отырамын қазір жоғарыға шығу үшін. Ане бір Еркін Рақышев деген көкеміздің түсірген киносы бар ғой, Алматы алақандағыдай көрінеді деп. Сол сияқты қазір Алматыны тамашалаймыз, Көктөбеге шығып алып. Мынаған міне отырамыз, мынаған келіп міне. Кеттік міне. Отырдық ішіне. Ішінде әуен шығып тұрады екен да. Бұның ішінде әуен бар екен, музыкалық әуен ойнап тұрады. Қазір арадан кіттай өтіп алғаннан кейін қазір жоғары қарай зымырайды, қатты жүреді. Сол. Кеттік міне, зуладық, есігіміз жабылды. Кеттік, зуладық міне. Жоғары қарай кеттік, пісімілі. Міне кеттік. Алматының әуендері шығып тұр, әдемі қазір тамашалаймыз. Мынау Қазақстан қонақ үйі. Бер жағындағы мынау Республика сарайы жаңа көрсеткен. Көтерілетін жеріміз ғой, жаңа шыққан жеріміз. Алматы енді түнгі қала әдемі болып көріну керек енді, менің ойымша. Көліктер жүріп жатыр төменде. Иықтан шашы төгіліп жерге, тұрғандай өзі қимылсыз биле. Иықтан шашы төгіліп жерге, тұрғандай өзі қимылсыз биле. Ақан шашы төгіліп жерге, тұрғандай өзі қимылсыз биле. Видеоны көріп тамашалап отырсаңыздар, төменге подписаться басып қойыңыздар. Содан кейін не айтамыз жаңа? Төменге подписаться басып қойыңыздар да, комментарий жазып отырыңыздар. Қандай видеолар түсірейін сол жөнінде. Төгіліп жерге, тұрғандай өзі қимылсыз биле. Тан шашы төгіліп жерге, тұрған най. Ұялмаға әнші болады деп айтама, сол сияқты ғой. Өткен жылы келгенмін Алматыға, сол кезде не қылған? Ол кезде бүйтіп ютубқа видео салам деп ойлағам жоқ, енді осы жолы міне салып жатырмын. Қазір жоғарыға көтерілгеннен кейін Көктөбені көрсетемін, Алла қаласа. Ане бір түрлі түсті не ойнап жатқан, жоғарыдағы жерге көтерілеміз қазір, осы жерге шығамыз бұйырса. Қай көше екенін білмеймін енді, осына таудың етегіндегі көше. Соны комментарийға жаза кетіңіздер, сіздер білсеңіздер. Мінекей Алматы алақандағыдай болып көрініп бастап жатыр. Алматы алақандағыдай болып. Жоғарының бәрін түсірем видеоға.
Бұжынаған машина қаланың ішінің бәрі ызы шу кілең. Көшелер, үйлер. Келіп қалдық ау деймін, жоғарға көтеріліп келдік. Көтеріліп келе жатырмыз міне жоғарыға. Міне біреу келе жатыр, маған қарамай су өтіп бара жатыр. Келді. Тормоз берді, шайқатылып. Енді есік ашылады. Келдік міне. Көзбен көргендей болмайды ғой енді. Келдік. Нарда төңкерілген дом бар. Ішіне кіруге де болады оның. Бәрі ақылы түрде қызмет көрсетеді, я. Азын-аулақ құстар, жануарлар бар, я. Тағы бір қалада ол сияқты не бар еді ол зоопарк? Қай жерде ол? Қалада ол Горький парктың жанында. Горький парк жанында ма? Видеоға түсесің ба? Ютубқа ғой. Мына жерде Көктөбеге келген қонақтардың фотолары бар екен. Кімдер келген, азын-аулақ айтып жіберейін, шетелдің қонақтары келген бұл жерге. Мен өзім телефоныммен түсіріп жүре берем осылай. Өткен жылы келіп қарап кеткенмін негізі оны. Мына жерде қонақтар Мадина Садуақасова болған дейді, қала әкімі болған, Бауыржан Байбек, тұңғыш президент болған, Хамид Ансари деген болған екен мына жерде. Бұл жерде көп адам болған екен. Ахметжан Есімов деген кісі болған мұнда. Бауыржан Байбек дейді. Батырхан Шүкенов. Тағы кімдер? Жерар Депардье келіпті мына жерге. Француздың несі? Француздың кино актері. Бұл жерде көп енді айта берсем. Мынада Рамазан Қадыров деген кісі де келген міне. Шешенстанның президенті. Тағы міне Иманғали ағамыз тұр міне. Иманғали деген кісі. Жерар Депардьемен түскен екен мына жерде суретке. Владимир Алексеевич Толоконников. Көп деген адамдар екен, оның бәрін оқып отыратын енді. Көп деген жұлдыздар келген екен да мына жерге. Анита Цой дейді, Дима Билан келіпті. Бүрікті өлең айтыпты осы жерде міне. Біз осы жерге келдік міне. Алматы алақандағыдай болып көрінетін жерге. Мына жерде не дейді мынаны? Қоршаумен қоршалған мынандай. Алматы алақандағыдай болып көрінеді екен да кинодағыдай. Міне Алматы үлкен екен, тіпті мегаполис қала ғой, не дегенмен. Әдемі енді. Түнгі Алматы дейді ғой. Мына жерде мынандай не бар? Ішіне тиын салып жібересің де қарай бересің. Қаланы қарауыңа болады мына жерден. Бұған ақша салмасаң көрінбейтіндей шығар енді. Мынаған ақша салмасақ көрінбейді енді. Бұған тиын салу керек ішіне. Тиын салатын мынада да бар, міне монета салатыны. Мына жерде. Бұған менде тиын жоқ, қалтамда 1000 теңге. Ал міне тіпті тамаша. Мынау көтерілетін жаңағы түсіп мінетін жоғарыға төменге. Әдемі екен енді, айтатын жоқ. Түнгі Алматы керемет болып көрінеді екен. Өткен жыл жарықта келгенмін бұл жерге. Жарықта келіп тамашалағанбыз я. Мына жерге фотоға түсетін жер міне. Фотоға түсетін жер осы араға Көктөбеге келген адамдар. Да, хочешь я сфоткаю? Мені ма? Я видео снимаю на ютубе. Видео, ты блогер, короче. Да. Все. Мини-блогер, небольшой, да. Вы откуда сам? Главное, чтобы стали Улкен блогер. Вы откуда вообще? Караганда. Караганда.
Я Карагандыдан екен. Как вас зовут? Меня Володя зовут. Володя, Мереке, Мереке. Это Надя. Мереке. Это Надя. Мереке. Спасибо. Мы вот познакомились с человеком, который снимает видео. Мы тут неплохо проводим время, короче. И вообще тут все... Алматы как? Алматы. Алматы вообще. Алматы огонь. Огонь, да? Приезжайте отдыхать и поддержите этот канал. Всё ништяк, давай. Колокольчик. Лайки. Подписаться, да, еще. Подписывайтесь. Давай, давай, рахмет.